Сәлем оқырмандарым. Мынау оқиға жайлы не дер едіңіз? Сонда жас қыздарымыз қалада осылай жүреді ме? Тыңдап көріңіз. Пәтер үшін көнеді, шалмен төсектес болған өрімдей қыздар. Көрші Викторды жақсы білемін. Жасы 70-ге таяп қалса да, 40-тағы жігіттей қу тыңдап жүргені. Жас кезінде спортпен айналысқан шығар деп ойлап та қоятынмын. Сөйтсем басқа екен. Оны өзі айтты. Бірде жексенбі күні далада темекі тартып тұр едім. Көрші, жүр кішкене ұрттайық, деп жабыса кеткен. Жалпы екеуміз жаман араласпаймыз. Мейрам кездерінде біріміздің үйімізге біріміз кіріп, құттықтап жататын әдеттеріміз бар. Виктордың ара-тұра ұрттап алатыны да бар. Өлмелі кемпірі бар. Үнемі төсек тартып, ауырып жатады. Бірақ оны ойлап жүрген Виктор жоқ. Қашан көрсеңде көлігін мініп, темекісін будақтатып, бір жаққа кетіп бара жатады. Үнемі көңілді жүреді. Соған қарап, ұпайы түгел-ау бұл иттің деп ойлап та қоямын. Содан үйіне кірдік. Кемпірі ауырып жатыр екен. Бізге қарауға да мұршасы жоқ. 1-200 грамды қағып салған соң, жасың біразға келсе де, жас жігітте ширақсың. Мұның сыры неде? Деп сөз бастадым. Ол мырс-мырс етіп күлді. Соны білмейсің бе? Үнемі жас қыздарды құшсаң, сен де жасарасың, деп тіл қатты. Бізге кім қарасын? Дедім мен. Әрине, маған да кім қарасын, бірақ менде мүмкіндік бар. Ол менің кезінде алып қойған пәтерлерім. Баяғы кеңес заманында жақсы жерде жұмыс істедім. Жақсы маман болдым. Әр жер жұмысқа шақырады. Барған жерім 2-3 жылдан кейін тегін пәтер беріп отырды. Қазір зейнетақыға қарап жүрген менде жоқ. Сол пәтерлерім асырап отыр. Сол пәтерлер маған сұлу, жас қыздарды құштырып отыр. Құпия ештеңесі де жоқ. Бір басымда осы өзің отырған пәтерді қосқанда 5 пәтерім бар. 4-еуін жалға беріп қойғанмын. Соның 1-еуінде ғана бір отбасы тұрады. Қалғандарында жас студент қыздар тұрады. Олар жақсы пәтерде тұрғысы келеді және тегін тұрғысы келеді. Ондайларға мен керекпін. Бір пәтерден алған ақша мен кемпірім екеуміздің зейнетақымыз бізге былай да жетеді. Сондықтан қалған 3 пәтерде студент қыздар ұстаймын. Олармен ашық әңгімелесемін. Мен саған, сен маған дегендей. Ақша міндет емес. Аптасына 1 рет құмарымды қандырып тұрсаңдар болды дегенмін. Көбі келісе кетті. Өйткені өзің білесің, пәтер ақысы қымбат. Қай студент қыздың әкесі миллионер десің? Амалсыз менің дегеніме көне кетеді. Мен секілді шалды 1 сағат обслуживать етіп жіберген оларға да тиімді. Солай бала, 3 пәтердің арқасында өрімдей жас қыздармен төсектес болып жүрмін. Ал жас қыз жаңа энергия, күш-қуат. Жасым 70-ге таяса да, қолын тайдай шауып жүргенім міне солардың арқасы, деп ағынан бірақ жарылды ол. Ал кәне, сол жас қыздар көп болсын, шалдарды демалдыра берсін деп алып қоялық, деп Виктор тос көтерді. Амалсыз стакан қағыстырдым. Далаға шығып, темекі тартып тұрып, тағы ойға қалдым. Бір ғана Алматыда қаншама студенттер бар. Солардың қаншамасы пәтер жалдап тұрады. Солардың арасында қаншама жас қыз пәтерде тегін тұру үшін тәнін сатып, амалсыз Виктор секілді шалдармен төсектес болып жүрме. Ойлаудың өзі біртүрлі қорқынышты. Ал оқырман, сіз не дер едіңіз? Сіздің ойыңыз қандай? Осындай жағдайды естіген
көргеніңіз бар ма? Көрген-білгеніңіз жайлы сіз де пікір білдіре отырыңыздар. Ал міне осындай оқиғалар сізді толғандырады ма?